Одан кейін сен айтып тұрсың ғой, мен Ақеркеден фото видео сұрадым. Біз Ақеркенің телефонын пайдаланған жоқпыз ғой. Сұрамадық та ғой, сен қалай одан фото видео сұрайсың, сен сұрашы. Ал сіздердегі диалог қалай басталды? Бекзат пен Ақеркенің арасында. Ақерке, сіз айтасыз ба? Жоқ, просто мынандай ғой. Мен айттым я, видеоны жібермей-ақ қойыңыз. Ол сұрады, үй неге деген сияқты. Жап-жақсы сияқты еді ғой, вроде бы деп. Қалай, бірден тек солай жазып жібердіңіз ба, әлде оған дейін сәлем Бекзат деген сияқты? Жоқ, ондай артық әңгіме болған жоқ бізде. Жоқ, бір сенбейтін болса, сол жерде сообщениені ашып, немесе Бекзаттың өзінен сұрап, жоқ болмаса өзінен сұраса болады. Сізге микрофон берейінші, сіздің дауысыңыз естілмей жатқан сияқты. Осы микрофонға айтсаңыз, Бекзатқа ешқандай сонда сіз тек қана жаздыңыз? Жоқ. Жоқ, Балазаға мен бастап жаздым ғой. Не деп жаздыңыз? Оның ше, даже ой жерде сәлем қалайсың деген болған жоқ. Сол кездесуден кейін айттым, сенде артық фото видео бар ма? Мында видеоға қосайын, мен кездесудің видеосына қосайын деп жатырмын дедім. Осы ол кісі айтты, менде жоқ деді. Мен тек өзімді ғана фотоға түсірдім, соны жіберейін ба деді. Жәнібектен сұрасаңызшы дедім сосын. Жәнібекте болу керек деп. Иә, одан кейін Жәнібектен алынды фото видеолар болды. Одан кейін содан кейін күні ғой бізде ол кезде сообщение бітті уже болды. Жоқ деп айтты, Жәнібекте ғана бар деді. Одан кейін күні киноға барған кезде Жәнібек менен телефон сұрап алған, фотоға түсірдім, видеосына бірдеңе деп өшіп қалған бірдеңе болды. Сол кезде сен мақсат қойып тұрған, неге өзінен сұрамадың менің? Неге Бекзат кішкене бір ауыз неге саған жазды, неге деген сияқты. Өйткені кеше сол күні мен саған айтқам түнде. Жәнібек, екеуің араларың кішкене дұрыс емес екен, көңілі бөл деп айтқам мен оған. Артық әңгімесі жай ғана. Бір жағынан сен айтатындай, мені кінәлайтындай, біздің арамызда артық әңгіме болған жоқ, болды осымен жабық. Жоқ, олай емес. Бекзат, сен біріншіден өзің бірінші жазған дұрыс емес. Сен қараш, фото видео ода жоқ, сен білдің. Бірақ әдейі сенкі себеп ретінде ғана сен бірінші жаздың. Одан кейін мен айттым ғой. Қара, одан кейін мен Ақеркемен бізде WhatsApp желісінде чатта мүлдем әңгіме болмады. Мен кездескен кезде сөйлескім келді. Бірақ сол уақытта, 2 күн уақытында мен күттім, бәлкім Ақерке жазатын шығар, маған Бекзат жазды деп. Мен сол кезде сенен сұрайтын едім ол нәрсені. Бірақ мен бірінші Ақеркеден сұрағым келді. Бірақ біз кеше кездесе алмадық. Бүгін кеше кездесе алмағаннан кейін мен бүгін де бір осы өзі бастайтын шығар деп ойладым да, оның екеуінің тарапынан ондай ештеңе болған жоқ. Сен де келіп бір ауыз жазсам болатын еді, айтсам болатын еді маған. Мен фото видео сұрадым, сен дұрыс емес ойлама деп. Бірақ екеуің де ештеңе еткен жоқ. Түк болмағанда отырсыңдар да мына жерде. Жақсы, Жәнібек болды ше. Сен дұрыс көңіл бөле алмай жатсың, бәрібір ше. Дұрыс көңіл бөле алмай жатсың, дұрыс внимание бөле алмай жатсың, бәрібір ше. Андай маған ренжімей ақ қойшы, одан кейін ше. Қатты мен саған айттым, екеуіңнің отношениеңді сұрадым, мен қалай болып жатыр деп қыздан. Болды, одан кейін маған андай кінәлап керек емес, сен түбінде бәрібір не істеп тастайсың, жалғастырмайсың. Мен Жәнібектің түсінбей отырғанын түсініп тұрмын. Неге? Себебі өткен жолы, яғни сіздердің отырыс болды ғой сіздерде. Соған дейін Ақеркенің әңгімесі Жәнібек жайлы басқаша болады. Яғни Жәнібек ашыла алмай жатыр, мен тырысып жатырмын деген әңгіме болады. Бірақ сіздерде кездесу болғаннан кейін сіздер танысасыздар. Тіпті оңаша қалып сөйлесетін де сәт болады. Қастарыңызда 3-ші қыз бар. Содан кейін Ақерке сөйлескенде де өзгеріп кетеді, эфирге келгенде де мүлдем ашылмайды. Қалай сізбен танысады Бекзат, содан кейін әңгіме өзгереді. Содан кейін мынандай болды да, соны да сұрап отыр. Содан кейін енді Ақерке өзі де мойындайтын шығар. Содан кейін Ақерке жазды, болды біз тоқтатайықшы деді. Ол танысып тоқтатайық деп айтты. Тоқтату туралы әңгіме. Ақерке айттым, Ақерке кездесейік, кездесіп барып сөйлесейік, бірден ондайға келмейік деп. Бірақ айттым, енді ол сенің таңдауың ғой, шешімің ғой енді. Бірақ мен айтам, бірақ бірінші екеуміз дұрыстап сөйлескеніміз дұрыс. Негізі эфирға да келмеймін деді. Оның алдында келмеймін деп жүрген. Бірақ кеше сөйлескен айттым, оданша осының бәрін эфирде айтайық. Тоқтатқың келгенді, бәрін халықтың көзінше айтқанымыз дұрыс шығар деген сондай болады. Сомен жоқ, мен айтайыншы болды. Оның алдында айтатынмын ғой, типа көңіл бөлмейсіз деген сияқты кішкене қыздар бәрібір вниманиені жақсы көреді ғой. Содан кейін білмеймін, бір міндетсінетін сияқты ма, мен саған жазам ғой, эфирден кейін де жазам ғой, басқа саған не керек деген сияқты айтатын. Содан кейін мен одан кейін қалай мен көңілім қалмайды. Бірақ неге осындай әңгімелер бұған дейін айтылмады? Одан кейін неше рет айтылды ол. Бекзаттың түк қатысы жоқ қой. Ол алдыңғы кездесуде типа видео бар ма деген сияқты сұрады. Соны қоса салайын деген сияқты. Жақсы, Бекзаттың қатысы жоқ болсын, мақұл. Бірақ андай сообщение болды ғой, мен өз көзім көргенімді айттым, Ақерке мен жер қосып атқан жоқпын. Бекзат жан айналайын ба, жан айналайын деген. Мысалы, сен
керек емес қой. сіздің просто сіздің айтып жүрген приколыңызды айта салғанмын ғой. Оған айтып па? Маған айтсаң да болатын еді ол приколды. Мен ақ қабылдайтын едім осы. Саған айтқысы келмеген да, значит маған айтқысы келген да. Онда не істейін да? Баласаған айта келші, ол саған айта салайыншы, иә? Баласаған. Ой, Сіздер Фармай, қазір Бекзаттың. сұрай кетейінші, негізі Бекзат. андай нәрсе. Сіз неге жаныңызда Жәнібек жүрген кезде видеоны Ақеркеден өзіңіз сұрадыңыз тікелей? Енді кез келген қасыңыздағы құрбыңыздың жігіті болса сұрайсыз, иә? Мысалы, сіздерге керек видео ғой. Сұрап бересің бе, ода бар ма, немесе сендегі бар ма? Өйткені сол кезде біз бір-бірімізге подписаны болғанбыз Инстаграмнан. Жай ғана өшім айтқанда баласағанмын, себеп қылғым келді, жаздым болды. Себеп қылғым келді, сосын жаздым дейсіз ба? Бекзат, мен сізде ондайды күтпедім. Мен құрығанда Жәнібекке сыйластық танытатын шығар деп. Бір бұл сыртынан пышақ сұққандай болып тұр Андай ғой. әңгіме болды ғой бізде. Жәнібек, давай былай айтайықшы, мойындайық, сен өзің айттың ғой. Мен түбінде таныстық тоқтайтын сияқты, өйткені екеуміздің вайбымыз келмейді, екеуміз бір-бірімізбен сөйлесе алмаймыз деген әңгіме болды ғой, иә? Жоқ, Сен айттың ғой маған солай, иә или жоқ болды? ондай әңгіме болды, өйткені Болды, оның болды, алдында, уже. тыңдаушы, оның алдында сол кезде тура эфирден шыққаннан кейін, біз болғаннан кейін Ақерке бірден жазды. Жәнібек, арамыздан ештеңке шықпайтын сияқты, тоқтатамыз ау деп. Мен сол кезде Ақеркені тағы да ұстап қалдым. Ақерке, тұра тұршы, кездесейік. Кездескеннен кейін бір мәмілес болады деп. Одан кейін біз кездестік. Бәріміз кездестік. Одан кейін қалай қайтты өзің көрдің? Күшті, жақсы көңілімен қайтты. Дұрыс па? Мен одан кейін ойым қайтадан өзгерді. О, жақсы болды. Бізде бәрі дұрыс, жақсы келе жатыр. Сол жерде тұрасында, сол жерде сен тұрасында, мені маған жақсы не десін, Жәнібек, көңіл бөл, қандай әдемі қыз, жақсы қыз. Мен тұрамда бір жақсы, шынымен де депші, қайтадан өзімді бір қайтадан сезімді ашуға қайтадан келдім. Одан кейін тұрады да андай сообщение көремін мен. Содан кейін Ақеркеден келеді да, жоқ, тағы да бітті, танысып тоқтайды. Мен қалай ойлаймын осылай? Жоқ енді, мен айтайыншы, жоқ енді біреулер айтпаса, бір достары айтпаса, әрекет жасамай, бір сезім ашылмай, өзінің несімен жүре алмайсыз ба сіз? Баласаған айта кетейінші, Біреудің айтқанымен жүру керек па сонда? Мына Бекзатты түсінбей жатырмын да, қойып тұрмай, Бекзат не деген жылтырау мынау? Айданадан ұялғанмай болып тұрған мына жерде ше. Бұл таныстықты тоқтатам деп, Бекзат, Жәнібек айтқан жоқ, сен айттың. Мына қызбен танысты тоқтатасың ау. Вообще сені менсініп отқан жоқ. Әкелген гүліңді теуіп отыр ғой деген әңгіме сен айттың ғой, Бекзат. Одан кейін қарада енді. Бекзат, сен тыңдасай Жала жаппашы маған, не айтып отырсың? жала емес, Бекзат, тоқтап от. Жігіттер, сабыр. Мен сен жанында жүріп, мен саған жала жаппаймын, қумаш. Мен саған олай айтқан жоқ, мен өшір айттым. Үшеуміз отырған кезде айттың сен ол әңгімені. Жақсы, сіздікі не деген тәкаппарлық деп айттым. Сіздікі не деген тәкаппарлық, гүл теппеңіз деп айттым жай ғана. Жоқ, сен эфирде айтқан әңгіме ол. деп айтқан жоқпын. Нұржан, Бекзат, Сен өйтіп маған жала жаппа, Нұржан. Жоқ, жала емес қой, Бекзат, сен не жынданып отырсың? Бекзат мүлдем жынданатын адам емес негізінде. Бірақ шыр-пыр отыр да мына жерде ше. Өйткені жала отыр ғой маған. Бұның сен таныстық тоқтайтынын сен білдің. Сөйттің де өйстіп жылтырап киініп келдің ғой сен мына жерге. Бекзат, мойындасайшы, Бекзат, сені. Мойындасай, Бекзат. Бола ма? Бекзат, мойында. Өйтіп андай неңді көрсетпей ақ қойшы, ашуыңды маған бауыр. Көрдік қой, мойындасайшы, Бекзат. Сабырмен Бауырым демей сөйлейік. ақ қойшы, кім Нұржан маған? Бекзат, Ой, пырмай. Күшенбей сөйлеңдерші, күшенбей. Бекзат, бірақ рас қой айтып жатқан Нұржанның. Өткен эфирде сіз гүлді Иә. теуіп отыр ғой. Бұл не деген тәкаппарлық? Қызды айттым. жерден алып жерге салып өзіңіз айттыңыз ғой. Мен айттым ол кезде. Иә. Одан кейін қараңызшы, мен былай айттым. Шынымен де ол кездегі әрекет дұрыс болған жоқ. Сол кезде кездесуде мен әдейі сұрадым соны. Сен неге не үшін олай істедің дедім. Сол кезде маған айтты да, ол шынымен кішкене әрекеттері ұнамай қалды деді. Маған іс әрекеттері ұнамады, көңілімнен шықпады Ол деді. әңгіменің саған не керегі болды, Бекзат, негізі? Жағаласпашы кім. Солай айтты да, просто сондай болды деп маған түсіндірді. Одан кейін мен хорошо деп түсіндім да, адам сияқты отырып сөйлесіз кәдімгідей. Айтшы енді. Бұл ара қатынастың тоқтауы саған қаншалықты қызық болды деймін да, Маған маңызды ал. Міне, екеуі сен бірге жүресіңдер, бірге фото видеоға түсіп жүресіңдер Жәнібекпен. Бірақ сен Жәнібекке айтпайсың, Жәнібекпен таныстықтағы қызбен сөйлесесің. Қаншалықты дұрыс? Осы жерде сен білесің ғой, Жәнібектің орнына сен білесің. Үміткермен біреудің сөйлесуге болмайтындығын. Ара қатынас тоқтамаған, сен жазып отырсың. Жәнібекке бірауыз ескертпейсің ба? Не үшін сен Жәнібектен сұрамайсың ол фото видеоны? Сен үміткеріңнен маған фото видеоны алып бер, мен монтаж істеп берейін деп. Неге сұрамайсың? Неге сен оған бірден жазасың? Жәнібек, сенің қателігің бұны үшеуін машинада жалғыз тастап кеткенің болып тұр ғой бұл жерде. Баласаған, мына жерде вообще Нұржанның айтып отқан сөзінің жаны бар. Негізі Ақерке мен Бекзат бәрімізді ақымақ көріп отыр да, мына жерде отырғызып қойып жегізіпші. Кімнен мін іздеп отыр? Джонидан мін іздеп отыр. Негізі Бекзат осы бірінші айтатын бізге 30+тар сендерге үміткер келсе топырлап барасыңдар, жандарыңа бір-біріңнің қосылып ап деген сияқты. Енді өзінің істеп отқаны мынау міне. Біз бірге барған күннің өзінде біз бір-бірімізді үміткерімізге жазып бет бертеміз шешілмейді. Жоқ дейін десем барлығы Бекзат, өзіңіздің сөзіңіз.
Қазір Жәнібек негізі біздің Бекзат уже әбден жалғыздықтан алжиын деген ба, уже шынымен бір сондай бір дүние болып жатыр ғой негізі. Білмеймін енді Айдан анық қасындағы жүрген Нұржан деген енді екеуі бір айырылмайтын қосақ болып жүр ғой қазір бірімен. Бірақ сонда Нұржан мысалы Бекзатқа айтып жатыр да, уже сен типа, в общем сезің бар деген келтіріп жатыр. Бірақ бұл жақта Бекзат мойындамай тұр да. В общем былайынан кейін де қызды ұнатып қалған негізі Бекзат. Соны бұны ашып айта алмай тұр. Ал Жәнібек бұл жақта сен тоже Бекзатты да қызды да кінәлап керек емес. Сен де оларды алып шықпай ақ қоюың керек еді да. Найдине шығуың керек еді. Сол кезде осындай проблема болмайтын ба еді Қазір Алишер сөзін аяқтап алсын. Ахоу. Мен мысалы да андай да просто қызбен шыққаннан кейін кішкене ойлану керек қадам деген. Найдине шық. Тем более алдында ренжісін айтты, ашылмай жатыр деген сияқты. Бір рет шық та Найдине шығып. Жоқ, ол жерде мен жалғыз шыққым келмеді. Жоқ, мен сен айтып жатқан жоқпын, жігіттерді айтып жатырмын. Әлішер негізі дұрыс айтасың ғой, мен де сөйткім келді, бірақ Әлішер қараш, кеш болып кетті. Ол күні біздің үйде қонақтар болды, мен өзім 9-дан кейін үйден шықтым. Одан кейін мен үйден шыққаннан кейін Ағырке айттым, Ағырке, мен 1,5 сағаттан кейін ғана болдым. Сол кезде кеш болып кеткеннен кейін Ағырке айтты, онда мен құрбыммен шығам деді. Құрбыммен кеш болып кеткеннен кейін мен құрбыммен шығам деді. Құрбыммен шығыңыз, сіз өзіңіздің ініңізді немесе досыңызды шақырыңыз деді. Сол кезде біз оның алдында Бекзатпен сөйлескен болатынбыз. Бекзат жазған болатын, қайдасың деді, Нұржанға бара жатырмын деді. Одан кейін мен барбершопта отырмын деді. Сөйтіп мен айттым, жарайды Бекзат, сен қалада екенсің ғой, сені ала салайын деді. Бірақ мен мына жерде бір таңғалған, мен негізі Ағыркеден күтпедім. Біз Бекзатты көлікпен алып кететін кезде Ағырке Бекзатты көрді да бүйтті. Бекзат па деді да, бір көңіл түсіп қалды да. Не болды дедім, осы кісі емес пе еді маған қатты айтқан деді да. Андай пікірін білдіріп қалды да, енді ренішін білдіріп қалғаннан кейін мен енді шыны керек Ағыркен тарапынан бүйтіп сөйлесіп кетеді деп ондай ойламаппын. Себебі енді басында Бізде артық әңгіме болған жоқ. Айналайын сөйлесіп кетеді болғанда. Болды ғой, шынында айтшы. Жоқ, болған жоқ. Бекзатты көрдім да, Бекзат па не деп, ондай болды ғой. Жәнібек, сабыр. Я, ондай болды, бірақ біздің арамызда ешқандай да артық әңгіме болған жоқ. Былай ғой, Бекзат, сіз қазір айтып жатқан әңгімеңіз мен әдейі істедімге келтіріп отырсыз. Әдейі істедіңіз ба? Мен жазым келді, жаздым баласыған. Оған дейін ба? Әлде дәл осы әңгіме ма? Жәнібек білетін әңгіме ғана ма? Әлде оған дейін әңгіме сөйлесу болды ма? Жоқ, Жәнібек білетін әңгіме ғана. Атак бізде артық әдейі жаздыңыз. Демек, қызбен сөйлесу мақсатында. Иә. Ал жаңа айтты ғой, таныстық аяқтағым келіп жүр дегендей бір ойын айтып қалды деп Жәнібек. Өзіңіз айттыңыз ғой. Сіз енді сонда сырын бөліскен шығар сізге. Бір таныстығым тоқтап қалатын сияқты деп бөліскенде сіз соны пайдаланып, бірден бәрібір де тоқтайды ғой деп қадам жасадыңыз ба сонда? Андай ғой, иә. Нақты айттыңыз баласағам. Негізі андай нәрсе болды. Жәнібек шынымен де айтты маған ше. Мен оған Жәнібекке бірақ мен ой салған жоқпын. Тоқтат, не істейсің деген жоқпын. Мен сразу айтып қояйын. Мәселе сода болып тұр. Сіз екі фронтта жүрген адам сияқтысыз. Сіз бір жағынан айтасыз, керемет қыз барынша жаса дейсіз, екінші жағынан қыздың да көңілін. Өйткені енді баласағаның бағасын біле алмай жатыр ғой. Бағасын несін ұғына алмай жатыр, просто қыздың әдемілігін кішкене бағалай алмай жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан менің ойлап отырғаным, басқа жігіттер сізге сонда сене алмай ма алдағы уақытта? Бірге алып жүрсек, Бекзат біздің қызымызға көзін салса, ұнатып қалса, онда ештеңеге де қарамастан жазуы мүмкін, көңілін аулауы мүмкін деп ойлайды ғой. Жоқ. Мен сезімге қарсы емеспін. Ұнатып қалу кез келген жерде болып қалуы мүмкін. Бірақ өзін ұстау, сыйластық дегендей әңгімелер болады. Басашының аяғы тәтті дегенді де түсінемін. Бірақ дегенмен де бір өзін ұстауы керек қой енді адам. Баласахан, негізі андай, мен жынды емеспін. Өзім барып танысып жүрген адамдар жазатын. Ол яғни мен білдім, бұл таныстың бітетінін білдім, аяқталатынын білдім. Өйткені қайдан білдің? Жәнібек айтты маған. Мен нақты деді, мен нақты таныстықты тоқтатамын. Өйткені біз бір-бірімізге келмейміз деді. Осын бір жағынан Ағыркеде айтты сол кезде, машинаның ішінде. Кішкене болмайтын сияқты, сен шықпайтын сияқты бізден деді. Екеуінде бір жағынан шынымен де нақты қарағанда мен білдім ғой, мен конкретно көрініп тұр ол нәрсе, екеуінің вайбы келмейді, екеуі бір-бірінің адамы емес. Бір жағынан ойлаймын, жасының үлкендігі деп тұрмын. Мен сезгенім Ағырке екеуміз кішкене бірімізге келетін сияқтымыз. Баласа ханым. Шынымен. Баласа ханым, енді